Сәлем қыздар, сіздермен мен Дана Мырзакулова. Бүгін сіздермен ташкентский шай жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті өнімдер: қара шай және де кез келген көк шай, сонымен қатар нават, мята міндетті түрде, және де лимон, ыстық қайнаған су қажет. Ал ендеше кірісейік. Қара шайдан азғантай ғана қосамыз, көп қоспаймыз. Міне қара шай, және көк шайдан да тура солай. Көк шай. Қатты қызғылт болған маған ұнамайды. Сондықтан мен осылай ашықтау қыламын. Оған лимон қосам. Кішкене суымды ақсаңыздар, дәмі мощный болады. Осылай лимонның тілімдерін жартысын қосам. Барлығын қосып жібермеймін. Лимон қостым. Одан кейін набат қосам. Одан кейін мятаның дәмі жақсы шығу үшін, иісі барлығы шайге берілу үшін, осылайдан мятаны алып ұрғылайсыздар. Аласыздар. 1, 2, 3. Алып ұрғылайсыздар. Дәл осылай тағы да жасайым. 1, 2, 3. Сол кезде мятаның бізде иісі жақсырақ шығады. Ташкентский шайымыз дайын. Лимонның суын тағы да сырамын. Дәл осылай бір 5-10 минуттай, 5 минуттай тұрса, өзінің барлығы ішіне бойына сіңеді. Міндетті түрде ыстық қайнаған су. Ташкентский шайымыз дайын болды. Баршаларыңызға сәттілік тілеймін. Видео ұнаса лайк басыңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар. Қалған видеолардың барлығы өзім YouTube каналда полный көріп шықсаңыздар болады. Сәттілік.